Құрметті достар, осы тамаша өнімге қызығушылық танытып, бүгінгі кездесуге уақыт бөлгендеріңізге көп рахмет. Бүгін мен сіздерге брикет батончиктері туралы екі қырынан айтып өткім келеді. Біріншісі өнімнің пайдасы. Екіншісі осы өнім арқылы қосымша табыс табу мүмкіндігі. Менің атым Үкіжан. Мен бұл батончиктерді 5 жылдан астам уақыттан бері өзім қолданып келемін. Бұрын өзіме, балаларыма және жақындарыма мезгіл сатып алатынмын. Ал қазір бұл өнімді тек жеп дәмін татып қана қоймай, оны адамдарға ұсынып, ресми әрі заңды түрде табыс табуға мүмкіндік бар екенін көріп отырмын. Бұл жоба менің есімен қызықтырды. Мен мамандығым бойынша экономист-бухгалтермын. Соңғы 15 жылы бойы салауатты өмір салтын, дұрыс тамақтануды насихаттап келемін. Қазіргі тұрақты инфляция жағдайында қосымша табыс кез келген отбасының бюджетіне жақсы қолдау болады деп есептеймін. Брикет дегеніміз не? Жай ғана қарын ашқанда жейтін батончик емес, бұл Қазақстан ғалымдары әзірлеген елімізде өндірілетін диеталық, профилактикалық тамақтануға арналған мамандырылған өнім. Бұл өнімнің артында ғылыми зерттеу, заманауи өндіріс және мемлекеттік тіркеу тұр. Брикет не үшін жасалды? Бүгінде адамдар денсаулығына көбірек көңіл бөле бастады. Бірақ дүкендерде сатылатын көптеген батончиктердің құрамында қосылған қант, шәрбат, қос іштендіктер және түрлі жасанды қоспалар болады. Ал брикет басқа мақсатпен жасалған. Оның мақсаты тек аштықты басу емес, ағзаға табиғи әрі құнарлы тағам ұсыну. Сондықтан бұл өнімнің негізінде ғылыми тәсіл, табиғи құрам және ресми тіркеу жатыр. Денсаулыққа арналған 3 дәм. Брикет батончиктерінің 3 түрі бар. Әр қайсының өзіндік ерекшелігі бар. Мұқжидек ағзаның қорғанысын қабілетін қолдауға бағытталған. Шырғанақ антиоксиданттық қасиеттермен бағалы. Қарақат күш-қуатты қалпына келтіруге көмектеседі және ағзаны қолдауға арналған. Барлық батончиктердің құрамында табиғи жетектер, ферменттелген дәнді дақылдар, бие және түйе сүтінің өнімдері қолданылады. Батончиктер ішінде ашқанда оның ішінде кәдімгі табиғи өнімдер бар екенін көруге болады. Құрамында табиғи жидектер,
тұтас ингредиенттер, ферменттелген дәнді дақылдар, қосылған қансыз құрам, жасанды бояғышсыздар, консерванттарсыз өнімдер бар. Бір батончиктің салмағы 30 грамм. Оны жұмысқа, жолға, спортзалға немесе күнделікті пайдалы іске басар ретінде алып жүруге өте ыңғайлы. Ғылыми негізі: бұл өнім кездейсоқ пайда болған жоқ. Оны өндіру технологиясы Қазақ қайта өңдеу және тағам өнеркәсіби ғылыми зерттеу институтының ғалымдары әзірлеген. Ғылыми техникалық зерттеулер барысында өнімнің құрамы теңгерімді екені, тағамдық және биологиялық құндылығы жоғары екені анықталған. Зерттеу нәтижелері кейін осы технологияны ТО Биоэлит өндірістік компаниясы базасына коммерциялануға негіз болды. Жоба АО ғылым қорынан қолдауымен жүзеге асырылған. Яғни, ғылыми идеядан бастап дайын өнімге дейін бүкіл жол Қазақстанда өтті. Мемлекеттік тіркеу, брекет диеталық профилактикалық тамақтануға арналған ресми тіркелген мамандандырылған өнім. Ол қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді және қажетті құжаттары бар. Сондықтан бұл өнімге жеке адамдар ғана емес, түрлі ұйымдар қызығушылық танытып отыр. Өндіріс Қазақстанда орналасқан. ТО Биоэлит шикізат сапасын және өнімді дайындау процесін бақылауда ұстайды. Бүгінде өндіріс көлемін бұлғайтуға және әрі қарай дамуға дайын. Бұл жобаның болашағы бар. Фирманың іске жауапкершілікпен қарайтыны көрсетеді. Өнімнің болашағы: қазір бүкіл әлемде функционалдық тағамдарға қызығушылық артып келеді. Адамдар денсаулық күнделікті тамақтанудан басталатынын түсіне бастады. Сондықтан табиғи әрі пайдалы өнімдерге деген сұраныс жылдан жылға өсіп келеді. Брекеттің әрі қарай дамуына қажетті негіз бар. Ғылыми база, заманауи өндіріс, мемлекеттік тіркеу, сапалы өнім. Серіктестікке ашықпыз. ТО Биоэлит серіктестікке ашық. Брекет өнімі мына бағыттарға қызықты болуға мүмкін: дүкендер мен супермаркеттерге, дәріхана желілеріне, фитнес-клубтарға, салауатты өмір салты орталықтарына, ұзақ өмір сүру клубтарына, сауықтыру орталықтарына, шипа жайларға, кәсіп орындарға, колледждер мен университеттерге, корпоративтік клиенттерге. Біздің мақсатымыз сапалы, функционалдық тағамды мүмкіндігінше көп адамға қолжетімді ету. Бізбен бірге өсуге болады. Мен бұл өнімді өзім қолданып, мұның дәмін, сапасын білгеннен кейін серіктестік ұсынысы мені ерекше шабыттандырды. Өйткені біз күн сайын бір нәрсені біреуге ұсынамыз.
Жақсы шаштаразды айтамыз, сенімді көлік жөндеу орталығын ұсынамыз, жақсы дәрігерді немесе дәмді тағам сататын орынды бөлсеміз. Бұл жерде де принцип қарапайым. Өзің пайдалан, сосын өзгеге айт. Өзің пайдалан, сосын өзгеге айт. Өнімді ұнатқан адамға оны таныстыру әлдеқайда оңай. Серіктестік бағдарламасы. Әр адам алғашқы қадамын қатысушы мәртебесінен бастайды. Сіз өнімді өзіңіз пайдаланасыз, тәжірибеңізбен бөлісесіз және жеке ұсыныстарыңыз арқылы сыйақы аласыз. Бағдарлама талаптарын орындаған кезде келесі деңгейге серіктес мәртебесіне өтесіз. Командаңыз өскен сайын жаңа мүмкіндіктер, жаңа табыстың жаңа деңгейдері ашылады. Ақша туралы ашық айту керек. Мен бұл жерде өзім ойымды да айтқым келеді. Кім не десе де, өмірде ақша маңызды лектердің бірі. Адам ауырып қалса емдеуге ақша керек. Тіс ауырса, немесе тіс салдыру қажет болса, оған да қаражат керек. Ажырасу, жақын адамын айырылу сияқты ауыр жағдайларда психологтың көмегі қажет болуы мүмкін. Оның да өз құны бар. Көптеген отбасыларда түсініспеушіліктің бір себебі қаржы мәселесі. Сондықтан күн сайын 2 сағат болса да қосымша табысқа көңіл бөлу өзіңіздің де, отбасыңыз да тәуекелсіздікте жасалған қадам. Басында бұл шағын ғана ақша болуы мүмкін, бірақ ол отбасы қоржынына жиналатын алғашқы қаражат болады. Көп адам дәл осылай қосымша табыстан бастайды. Бұл жұмыстың тағы бір жақсы жағы, пайдалы және дәмді ұсынасыз, адамдармен араласасыз, жаңа ортаға кіресіз, тәжірибе жинайсыз. Ең бастысы, кездейсоқ жетістік болмайды. Сіздің өсуіңіз ниетіңізге, тәртібіңізге және әрекетіңізге байланысты. Қалай бастауға болады? Бастау өте оңай. Ең төменгі тапсырыс 2 фирмалық бокс. Бір бокста 3 түрлі дәмнен тұратын 12 батончик бар. 2 бокс алғанда барлығы 24 батончик аласыз. Көптеген серіктестер дәл осылай бастайды. Алдымен өнімді өздері байқап көреді, жақындарына ұсынады, алғашқы пікірлерді алады. Содан кейін ғана әрі қарай дамыту туралы шешім қабылдайды. Менің ойымша ең дұрыс жолы осы. Алдымен өнімнің сапасына өзің көз жеткізу керек. Содан кейін ғана оны өзгерге сеніммен ұсынуға болады. Тапсырыс қалай рәсімделеді? Тапсырыс беру өте қарапайым. Әрбір қатысушы есепке алу үшін фирма келісім шарт жасайды және жеке промокод береді. Содан кейін фирма төлем жасауға шот береді. Төлем Каспий банк немесе Халық банк арқылы жасалады. Төлем расталған кейін фирма тапсырысты бірден
өңдеуге қабылдап жеткізуді, тегін жеткізуді ұйымдастырады. Барлығы жылдам, ыңғайлы және ашық түрде жүргізіледі. Бұл модель неге тиімді? Кәдімгі сауа жүйесінде өндіруші мен сатып алушының арасында бірнеше делдал болады. Көтерме компаниялар, дүкендер, жарнама, логистика, бөлшек сауда жерлері. Олардың әр қайсысы өнім бағасына өз үстемесін қосады. Ал біздің серіктестік бағдарламамызда өнім өндірушіден серіктес арқылы тікелей сатып алушыға жетеді. Сондықтан баға бәсекеге қабілетті болып қалады. Ал серіктестіктер өнімді ұсыну арқылы табыс таба алады. Ұйымдармен жұмыс және баға. Бір батончиктің өндірушіден берілетін бағасы 600 теңге. Сондықтан біз жеке сатып алушылармен ғана емес, ұйымдармен жұмыс істей аламыз. Фирма ресми хаттар, коммерциялық ұсыныстарды дайындап қойған. Біз фитнес-клубтарға, сауықтыру орталықтарына, спорт мектептерге дайын хаттар бар, жібереміз. Ұзақ өмір сүру орталықтарына, шипажайларға, кәсіп қорындарға, дүкендерге, дәріханаларға, колледждер мен университеттерге, яғни құжаттарды өзіңіз басынан бастап әзірлеудің қажеті жоқ. Қажетті материалдар дайын. Ең қуаныштысы, ұйымдардан алғашқы тапсырыс та бар. Бұл өнімнің тек жеке адамдарға емес, бизнес өкілдеріне де қызықты екенін көрсетеді. Сіздің өсу жолыңыз. Фирма әр адамға біртіндеп өсуге мүмкіндік береді. Алдымен өніммен танысып, батончиктерді байқап көресіз. Содан кейін бағдарламаға қатысушы ретінде кіріп, өнімді ұсынып, жеке сатылым 20% сыйақы ала аласыз. Команданың дамытып, бағдарлама талаптарын орындаған кезде серіктес деңгейіне өтесіз. Және сатылымнан қосымша 7% алу ие боласыз. Бұл жерде өсудің шегі жоқ. Қарапайым жолы. Байқап көр, ұсын, команда құр. Сіздің табысыңыз тәжірибеңізбен бірге көмектескен адамдарыңыздың санымен және командаңызбен нәтижесімен бірге өседі. Ал енді қорытынды. Брекет жай ғана батончик емес, бұл өнімде ғылым, табиғи құрам, заманауи өндіріс және мемлекеттік тіркеу біріктірілген. Біз адамдарға күнделікті қолдануға болатын сапалы әрі ыңғайлы ұсынамыз өнім. Ал көбірек мүмкіндік іздейтіндер үшін фирма қосымша табыс көзін қалыптастыруға және мықты командамен бірге өсуге жол ашады. Мен ешкімге бизнес бірден бастауды ұсынбаймын. Алдымен өніммен табысып, өзіңіз байқап көріңіз деймін. Өйткені адам өнімнің сапасына өзі көзі жеткенде, оны басқаларға айту жеңіл әрі табиғи болады. Назар қойып тыңдарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса,
қуана жауап беремін. Мен батончик сатумен ғана айналысып жүрген жоқпын. Мен адамдарды сапалы өніммен таныстырып жүремін. Ал әрі қарай әр адам өзі шешеді. Өнімді тек пайдалану ма, әлде бізбен бірге жаңа мүмкіндік құра ма? Көп рахмет, сау болыңыздар. Осы видеомен бөлісіп жүріңіздер. Мен сақтаймын.